арықтағысы келетіндерге бұл өте тиімді болады. Алайда нан жемеудің әсерінен әлсіреп қалуыңыз да ғажап емес. Нан өнімдерінен толықтай бас тартсаңыз, ағзада қандай өзгерістер болатынын білесіз бе? Көбіне нан жегеннен кейін сымбат пен ми жұмысының бұзылуына әкеледі дейді. Расында солай ма? Әлде керісінше пайдалы ма? Барлығын айтатын боламыз. Арықтайсыз, бірақ көп салмақ тастамайсыз. Нан ағзаға көмірсулар тасымалдайтын бірден-бір тағам. Бірақ та көмірсуды тек нан өнімдерінен ғана емес, басқа да тағамдардан алуға болады. Нан жемеу арқылы 1-2 келі артық салмақтан арылғанмен, май қабаттары орнында қалады. Майлар тырнақ пен шаштың, терінің саулығы үшін аса қажет. Сол себепті нан өнімдерінен тамақтану рационынан мүлдем алып тастауға болмайды. Нанды салатпен, кептірілген нанмен алмастыруға болатынын естен шығармайық. Энергия азаяды. Көмірсу адамзат баласына энергия сыйлап, өмір шеңбегін арттырады екен. Сонымен қатар нанда жылдам және баяу сіңетін көмірсулар да бар. Мұндай көмірсулар ағзаға бірден энергия беріп, сол мезетте бойына ерекше күш береді. Алайда бұл күш, қуат пен энергия көпке дейін сақталмайды. Егер сіз бөлшектерді үнемі жейтін болсаңыз, ештеңеге алаңдаудың қажет жоқ. Ал нан жеуді тоқтатқанда, яғни басқа өніммен алмастырмаған жағдайда әлсіреп қалуыңыз әбден мүмкін. Ойыңызды күйгелектік билейді. Күніне 1 бүтін нан жейтіндер оны тамақтану рационынан алып тастағанда қатты қиналады. Нан арқылы алатын энергия азаятын болса, адам ағзасын стресске түседі. Сонымен қатар шаршаушылық, әлсіздік, күйгелектік деп бойыңызды билеп, басыңызда айналуы ғажап емес. Бірақ бірте-бірте ағза нанның алмастырғыштарды тапсаңыз, бұған да үйренетін болады. Сондықтан да сымбатты болғыңыз кезде ағзаны мұндай өзгеріске біртіндеп үйретіңіз. Кейбір заттардың жетімсіздігін байқалады. Нансыз тамақтана алмайтын жандар өте көп. Әсіресе өте құнарлы ірімшік, май, көкөністермен бірге нан қосып жейтіндер де баршылық. Осындай жандар нанды өз рационынан шығарса, кейбір заттар ағзаға жетіспейді. Сондықтан да нанның орнын немен алмастыруға болатынын ойлап көріңіз. Таңғы асқа кез келген ботқа жеуге болады, ал түскі асқа буға піскен ет немесе балық, көкөністер және 1-2 тілім нан. Әсіресе кептірілген нан өте пайдалы болмақ. Кешкі асқа жеміс-жидектер, салат жеуге болады. 5 күнге арналған диета. Аталмыш диета арқылы белдегі, іштегі, бөкседегі майлардан арылуға болады. Осы уақыт аралығында 4-5 келі салмақ тастай аласыз. Тек ас мәзірінен көңіл бөліп, артық немесе қоспасаңыз болғаны. Төменде берілген ас мәзірін 5 күн бойы жалғастырып, сымбатыңызды сымдай тартыла бастағанын байқайсыз. Таңертең 2 дана кептірілген нан мен 1 стакан көк шай ішесіз. Кептірілген нанның тәтті қосылғанын таңдауға да болады, бірақ шайды қантсыз ішу керек. Екінші түскі асқа қияр мен қызанақ, қайнатылған тауық еті қосылған азырақ салат. Күніне 2 рет көкөніс сорпасын ішуге болады, бірақ картоп жеу ұсынылмайды. Кешкі ас 2 дана кептірілген нан және 1 шыны шай, 1 дана жеміс. Тәулігіне 1,5 литр су, газсыз су ішу керек. Пайдалы болса, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Керекті көптеп видеолар салып отырамын. Рахмет.